Жұбайыңызды қызғанасыз ба? Демек бізбенен қалың. Бұл психосоматик кеселік. Оның дауасын сізге үйретеміз. Ассалаумағалейкум. Қаламызда свет өшіп қалды. Қараңғыда эфирді жазып жатырмыз. Өзі осындай қараңғы уақытлары, түнлері инсанның қиялынан осындай негатив пікірлер өтеді. Осындай негатив пікірлердің бірі бұл қызғаныш сезімі. Яғни жұбайымызды қызғану сезімі. Жәмиетімізде көп ұшырап тұрады. Жұбайларымызды қызғанып, хаттекі айрым жағдайларда шаңарақтың бұзылып кеткендерінің де куәсі болғанбыз. Келін бүгінгі сәуетімізді қызғанышқа бағысласақ, бұл қызғаныш дегеніміз не? Қызғаныш дегені алымлардың белгілеуінше психосоматик кеселік саналады. Бұның дауасы бар. Қызғаныш дегеніміз не? Қызғаныш дегеніміз бұл жақын адамынан айырылып қалудан қорқу нәтижесінде пайда болатұғын хадисеге айтылады. Бұл хадисе бірнеше компоненттерден ібарат болады. Яғни бұл тыншсызлануымызға алып келеді, қорқуға алып келеді, ашу, өш алу, жазалау ұсаған негатив пікірлерді қиялымызда сәулелендіретұғын сондай бір хадиселі сезім түріне кіреді. Қызғаныштың екінші формуласы да бар. Бұнда эгоизм, менменлік тәсірінде басқа адамға иелік ету, яғни мүлкіне айландыруға харекет етуге ұқсаған хадисе деп те бағаланады. Бұның нәтижесінде инсанның қалбінде, қиялларында сенімсізлік, гуман, сынлы көзқараслар, өзіне сенбеулік ұсаған негатив пікірлер қалыптасып барады. Келіңлер, ілімпазларымыз қызғаныштың түрлерін анықтаған екен, ол неше түрден ібарат. Алымлардың зерттеулеріне қарағанда қызғаныштың 7 түрі бар. Әрбіріне жеке-жеке тоқталып өтуге әрекет етеміз. Бірінші түрі қызғаныштың бұл параноик қызғаныш деп айтылады. Бұнда инсан жынысы қатынас, қалеулерінде фантазиясына тикар, өзінің жұбайын басқа біреудің иелеп алуына иелеп алады деген қорқынышына айтылады. Яғни, бұнда инсанның жұбайы шырайлы болып, осы шырайлы жұбайын басқа бір инсан иелеп алады деген гуман, қорқудан пайда болатын қызғаныш түрі, бұл параноик қызғаныш деп айтылады. Бұның келіп шығушы себеплері сол инсанның балалық дәуіріне барып тақалады. Демек, бұндай инсанларды шаңарағында балалығынан баслап ата-анасы қаттыға жерге ұрғанлығы, яки перзент тәрбиясында ата-ананың дүнияға, адамларға болған сенімсізлігін, сенбеслігінің рауажануына түрткі болғанлығы себеп болады. Көріністері қандай болады бұның? Бархолла перзент қатты бақылаудың астында болады. Яғни баланыға ата-анасы тарапынан сенімсіздік болады, баласына сенбейді. Һәм әр сапары басқа адамларға сенімсіздікті ұқтырып барғанлығы себеп болады. Бұндай асаларды қандай шешімменен давалаймыз? Демек, бұл инсанның шаңырағында сенім шарайатын жарату керек, туыры сөздік, гәпінде тұру, уәдені орындау, ұқсаған әрекетлерді әмелге асыру керек. Сіздің жұбайыңыз осындай параноик қызғанышпенен ауыритұғын болса, бұндай инсанларды, яғни жұбайыңыздың хадалық һәм қауіпсізлігінің тәминленгенлігіне сендіру керек. Яғни ол инсанға сондай шарайат қылып беру керек. Сіздің халал екенлігіңізіне, оның шахсияты қауіпсіздігі тәминленгенлігіне сену керек, сондай шариатты шаңырақта жарату керек. Сонда бұл инсан түзеледі.
Екінші түрі нарциссік қызғаныш деп айтылады. Бұнда инсан өзін шұқыр алданғанлығын сезеді, өзін сүйіклі емес, мені жақсы көрмейді деп ойлаулары нәтижесінде жүзеге келетін қызғаныштың түрі. Бұнда қорқу һәм ұят һәмме нәрседен үстін тұрады. Бұның келіп шығуы ата-ананың қойған қатты талаплары, нормаларына перзенттің лайық болмаслығы, яғни ата-анасы тарапынан қойылған қатты тәртіп, интизам нормаларға перзенті лайық болмайды да, егер мен осындай нормаларға лайық болмасам, мен сүйіклі перзент бола алмаймын деген баладағы ойлар түсініктердің қалыптасуына алып келеді. Нәтижеде сол бала үлкейген уақытында нарциссік қызғаныш ауруына шатылады. Демек, бұл да жоғарғы айтқан параноик қызғанышқа ұқсап, нарциссік қызғаныш түрі де баланың, демек сол инсанның балалық уақытында ата-анасымен турадан-тура байланысты болады. Демек, нарциссік қызғаныштың келіп шығу себептері ата-анасының қойған қатты талапларын орындай алмасам, мені жақсы көрмейді деген түсініктен келіп шығатынын аз айтып өттік. Бұндай адамларда өзгелердің алдында хабар, гәп естуде жүдә бір сезімтал болып, өзгелердің алдында ұялып қалу сезімі жоғары тұрады. Яғни ол инсанлар өзге инсанлардан сондай бір сөздерді естіп қалады, құлағына жақпайтын, немесе қиянет, басқа нәрселерді сезіп, естіп қалудан қатты қорқатын, ұялатын адамлар болады. Бұндай адамлардың кеселігіне дауа көбірек басқалар алдында бұндай инсанларды мақтау керек. Себебі ол инсанның өзіне болған сенімі арту керек. Бұл өзіне болған сенімі жоқ болғанлығы себепле, бала уақытында оны жерге ұрып келгендігі себепле, ол сізге де сенбей жатыр. Ол өзіне сенбейді. Демек, өзіне болған сенімді артырудың жалғыз жолы һәмменің алдында оны мақтау керек, жеке қалған уақытында мақтау керек. Әттеке керек болатын болса, оның әзі жерлері болса да, сол әзі жерлерінде мақтауға алу керек, сынға алуға болмайды. Және екінші талабы бар, бұл нарциссік қызғанышқа шалынған адамларға қандай әрекет қылуымыз керек? Өзге бір шақсты оның алдында мақтамау керек. Жүзіне келіп мақтамау керек. Егер де сіз хаялы болсаңыз, сіздің күйеуіңіз нарциссік кеселіне шалынған болса, өзге бір еркекті мақтамang. Яки керісінше, сіздің хаялыңыз осындай нарциссік кеселігіне шалынған болса, нарциссік қызғаныш түріне шалынған болса, басқа бір хаялды ешқашан хаялыңыздың алдында мақтамang. Бұл көп біздердің жәмиетімізде ұшырап тұратын кеселдік. Үшінші түрі бар, психопатик кеселік деп айтылады. Демек, психопатик қызғаныш жүдә бір өте қауіплі тұр. Бұл ауыр ақыбетлерге соғуы мүмкін. Бұнда инсан өзін басқара алмайды, өзін сезімлеріне ешқандай шектеулерді қоя алмайды. Жәмиетке турадан-тура қарсы пікірде болады. Қызғаныш уақытында жұбайын өз мүлкіндей көреді. Яғни өзінің жұбайын жеке мүлкі сипатында қарайды. Кім үйде қожайын, бұл жерде менің гәпім гәп, ұқсаған сөздерді көбірек істетеді. Жұбайы оның мүлкі екенлігін көрсетеді. Зұлымға ұшырап қалмау үшін бұндай инсанларға адамды құрмет етуді, шекараларды белгілеп алуын түсіндіру керек. Ауыр ақыбетлерге алып келмесінен алдын әмелге асыру керек болған істер боғада көп. Кері жағдайда бұндай инсанлар ауыр жағдайларды келтіріп шығарады. Яғни, қол қатулар, зорлықлар, күш көрсетулер, басқа ауыр ақыбетлерге бұндай кеселмен ауырған адамлар ауыр жағдайларды келтіріп шығарады. Төртінші типіне тоқталып өтеміз қызғаныштың, бұл мазохистік қызғаныш деп айтылады. Бұнда инсанлар өздерін тек қана қауіп, қорқыныш, қайғы уақытында сүйіклі боламан деп ойлайтын типлер. Яғни, бұндай тілмен түсіндіргенде, қандайдыр бір қауіплі нәрсені, яки қорқынышты, ямаса бір қайғы менен өзіне диққатын аударуды, өзіне диққатын итибарын қараттыруды ойлайтын инсанлар болады. Бұның келіп шығуы бала кішкентай уақытында, бала елі уақытында оның ата-анасы тек қана жылап, көз жас төгіп, шатақ шығарған уақытында оған итибар бергенлігі себебінен.
жай бұндай уақытында әтуар бермейді, тек қана бала шатақ шығарған уақытында оған әтуар бергенлігі себебіне жүзеге келеді. Бұл жасы үлкейгеннен кейін бұл инсан айнен сол бала уақытында қылған қылығын қайталап қылады. Яғни оның үшін бір қандайда бір машқалалы проблема, қайғы, хәсірет керек болады сіздің диққатыңды қарату үшін. Олар мазохистік қызғаныш түріне келеді. Бұлар демек бұндай адамлардағы қызғаныштың көрінісі жұбайында айыптарлық сезімін оятуды ойлайды. Қалейді. Сонда ғана оның ітібарына ерсемен деп ойлайтын шақсылар типіне кіреді. Бұның дауасы қандай? Әр күні бұндай инсанларменен сәубет қылғанымызда диққатымызды тек қана сол инсанның өзіне аударуымыз керекпіз. Оның ниеті сіздің ітібарыңызды тарту ма, демек оның ітібар майданында болуымыз керек. Үшінші, шизоидлік қызғаныш деп айтылады. Бұнда инсан өзінің жұбайынан эмоционал ұзақласады. Әсіресе жынысы қатынас бабында эмоциясын көрсетпейді. Яғни бұл инсанлар қызғанышын анық сізге айқын көрсетпейді. Бұл эмоционал сіздің ұзақласуға әрекет етеді. Бұндай инсан типлері өзін басқа бір істермен әуре қалады. Кітаплар оқиды, философиямен шұғылданады. Әсіресе сол жынысы байланыс уақытында сізден эмоционал тәрізді ұзақласады, сізді қалемейді, соған ұқсаған қылықларды көрсетеді бұндай инсанлар. Демек, бұл инсанлармен істесу қиын, себебі олар айтпайды өзінің сезімлерін, сізге бір ұрыс жәнжел шығармайды, жоғарыдағы типлерге ұқсап. Демек, бұндай инсанлармен істескенде оны дабалаудың жолы жұбайыңыздың ашылуына жәрдем беруіңіз керексіз. Ол инсан үшін өзінің шекараларын белгілеп, керек болатын болса, сол үйде өзін бір мүйеште бөлек, отдельно бір өзінің бір бөлекше бір майданшасына ие болу керек ондай инсанға. Сондай шарайтларды жаратып беруіңіз керексіз. Оның ашылуына жәрдем беруіңіз керексіз. Бұндай адамların ашылуы оға да қиын болады, көп сізден минет талап етіледі. Алтыншы түрі истерикалық қызғаныш деп айтылады. Бұл жүдә көп ұшырайтын біздің жәмиетімізде жас келін күйеулер ортасында ұшырайтын кеселіктердің бірі. Бұнда инсанлар сүйіклі инсанның диққат орайында болуды қалайды. Бұндай инсанлар сол дәрежеде үйреніп қалған, өзінің жұбайының бар қола диққат орайында болып үйренген, һәм бір өмір бұны қалайды. Бұның көріністері қандай болады? Олардың қызғаныш сезімлері ашық, айдын болады. Еш нәрсені жасырмайды. Гумаллардан туырдан-туыры сізге жеткереді, сізге зәһәрін шашады, ауыр сөздерді айтады, жасырып отырмайды. Әсіресе өзінің жұбайын жынысы қатынас мәселелерінде қияnetkерлікте айыплау менен гәпілерді басылайды. Һәм де және бір бұндай жағдайларда, егерде истерикалық қызғаныш сезімлері бар болатын болса, сіздің жұбыңызда жынысы қатынас ортаңызда суықласады. Суықласқан уақытында пайда болады. Яғни бұл кеселік қалай пайда болады? Оның жұбайы тарапынан сол жынысы қатынас уақытында суықлықты сезген уақытында пайда болады. Сіз солай түсініңдер. Мен сіздерге тура жеткіздіріп бере алдым деп ойлаймын. Демек, сол қатынас уақытында екі жұптың ортасында суықлықты сезіп қалған уақытында бірден партлау жүз береді, сондай қылықларды қылады. Бұл истерикалық қызғаныш деп айтылады. Демек, оның шешімі қандай болады? Бұның шешімі бір ғана. Демек, медицинада, психосоматикада ұят жоқ. Бізде туырдан-тура сізге жеткіздіруге, алған ілімдерімізді жеткіздіруге мәжбүр болып жатырмыз. Жынысы қатынас уақытында романтиканы күшейттіру керек, сезімлерді күшейттіру керек. Сондай жол менен керек болатын болса, сол қатынасты өртке айландырып, жалынға айландыруымыз керек. Біз сонда ғана бұндай инсанның қызғаныш сезімлері өзіне өзі жоғалады. Демек, қызғаныштың себеплері, келіп шығу себеплеріне тоқталып өтеміз. Қазір бірін-бірін, бұл да сол жоғарыдағы қызғаныштың 7 түрі болғанындай, қызғаныштың келіп шығу себеплері де 7 түрлі болады. Бірінші түрі,
insanның өзіне сенбеуі нәтижесінде қызғаныштың келіп шығуы. Бұнда инсан өзін жүдә төмен бағалайды. Яғни жұбайы бұл инсан өзін жүдә төмен бағалағандығы үшін жұбайына сенбейді, менен жақсысын тауып алады, менен зорын тауып алады деген ойлар оның қиялынан кетпейді. Соның үшін осы қызғаныш сезімдері келіп шығады. Бұның себебі өзін төмен бағалауы. Екінші себебі бар, бұл травмалық тәжірибе. Травмалық тәжірибе дегеніміз қандай? Демек, алдыңғы өмірінде, егерде екінші тұрмысы болатын болса, бірінші тұрмысында ауыр қиянетті көрген болса, екінші тұрмысында да сондай қауіптер болады. Екінші жұпласқан өмір жолдасынан да сондай қауіпті күтеді, сенімсіздік пайда болады. Бұл травма, алдыңғы тұрмысынан қалған травманың себеплері болады. Үшіншісі негатив қарасылар. Негатив қарасылар қандай? Демек, инсан өзіндегі бір нұқсалларды сезеді. Сол нұқсалларымды кетірмесе, мені жақсы көрмейді, мені осы нұқсалларымен қабыл етпейді бұл инсан деген гуманның ішінде айлануы себебінен қызғаныш сезімдері келіп шығады. Яғни инсан ондай инсандар өздеріндегі сол нұқсалларды кетіруге әрекет етеді. Егер мен кетірмесем, мен осы нұқсан себебі мені жақсы көрмей қалады деген гуманда болады. Төртінші себебі бұл өз ара жұбайлардың ортасындағы қарым-қатынасларда өзгерістердің жүзеге келуінен қызғаныштың пайда болуынан себебі көрінеді. Бұнда қандай? Әр күні жақсы еді, бірден сен өзгеріп қалдың. Ұқсаған пікірлер пайда болады, керек болса сондай сұраулар беріледі, сен өзгеріп қалдың, өзара ортамызда қатынасларымызда, мұнасебетлерімізде бір өзгерістер бар, мен сезіп жүрмейін деген гуманлы ойлар сол қызғаныш кеселігінің келіп шығуына себепші болады. Бесінші түрі бұл сыртқы тәсірлер. Сыртқы тәсірлер қандай болады? Мысалы, мен еркек адаммын, менің жұбым бар, хаялым. Менің істейтін кәсіплесім болады ма, яки бір жора жолдасларым болады ма, солардың арасыдан қайсыдыр хаял адамменен мен контакт ұстауды басласам, алдыңғыдай емес, көбірек солмен сәубетте, жұмыста уақытымды көбірек өтіруді басласам, әне сондай жағдайлар инсанның жұбында гуман ояттырады. Бұны біз сыртқы тәсірлер деп айтамыз. Әлбетте, өзге жыныс уәкіліменен көбірек қарым-қатынаста болып, сіздің жұбайыңыздың гуманлануына себеп болады, түрткі болады, әмде онда қызғаныш сезімдерін ояғады. Алтыншы себебі бұл қадағалауға болған мұқтаждық сезілсе деп айтылады. Яғни, хаял еркекті, яки еркек хаялды қатты қадағалау астында ұстап тұрды, гуманланады, қорқады. Демек, сол қадағалау істерін алып барып отырған уақытында, оның қадағалауына кесент берілген уақытында гуманның асып кетуі, қызғаныштың асып кетуіне алып келеді. Әр күні телефоныңызды тексеріп жүрген болса, бірден телефоныңызды тексеруді оған бекарлап қойсаңыз, қадағалап қойсаңыз, телефонды енді тексермейсің десең, онда сразу гуман пайда болады. Бұл да қызғаныш кеселігінің пайда болуына себеп болатын себеплердің бірі. Жетінші, бұл эгоцентризмге майлылық деп айтылады. Яғни айтқанда инсанның кібірлігі, менменлігі. Бұнда жұбайына жеке мүлк сұхбатында қарағанлығы себеп болады. Бұндағы бір қызық жағдай бар. Сол инсанның өзінде жынысы фантазияларына текарланған ойлары болады, қияллары болады, өзінің жеке фантазиясы. Сол өзінің жеке фантазиясындағы жаман, болмағыр ойлары болғанлығы себеплі өзінің жұбайынан да сондай ойларды бар деп ойлайды. Демек, ол қиялында қиянетке, яки сондай алдаушылыққа майлылығы болса, ол инсанның өзінің жұбайынан сол нәрсені күтеді. Бұл жүдә қауіплі түр саналады. Бұл эгоцентризм деп айтылады. Демек, жоғарыда сонша көп мағлұматларды сізге айтып өттік. Қазір енді бұл 7 типін айттық қызғаныштың. Бұл 7 типтен, бұл кеселдіктен қалай құтыламыз? Бұның жоллары қандай?
соларға тоқталып өтеміз. Бірінші, болып атырған қызғаныш сезімлері дау жәнжелілер бұл сіздің жұбайыңыздың өзгеріп қалғанлығы себебінен емес. Бұл өзіңіздің жеке қорқуыңыз, қиялларыңыздың мүйесі. Гуман, қиянет, басқа нәрсе әммесі бұл сіздің қалбіңізден өтіп атырған тек қана қиялы ойларыңыз. Бұл сіздің тек қана жеке өзіңіздің пікіріңіз. Хақиқатында ол нәрсе әмелге асып атырған жоқ. Сатқылық, жалғыз қалып қояман деген қорқуларда осы тайпаға кіреді. Екінші, бұл кеселіктен құтылудың жолы қандай? Алдын жеке өзіңіздің қалеулеріңізді анықластырып алың. Кейін жұбайыңызбен сәубетке отырып, анық сіз өзіңіздің жұбайыңыздан нені қалайсыз? Сол нәрсені анықластырып, түсіндіріп, оған жеткеруге әрекет етің. Үшінші, қызғанышыңызды эмоция дәрежесіне шекем көтерің. Яғни бұл не дегені? Сіздің қиялыңыздағы сол қызғаныш, қайғы, хәсірет, ашу, негатив пікірлерді физикалық көрініске айландырың. Бақырың, жылаң, нәрселерді бұзып сындырың. Лекін бір нәрсені ітібардан шетте қалдырмаң. Бұл көрсетіп атырған сіздің физикалық көріністегі негативтер ешқашан шақсқа қаратылған болмау керек. Өзгеге зияны тимейтін дәрежеде өзіңізге қолайлы ұсылды пайдаланың. Керек болатын болса, қола майданға шығып кетіп бақырып, жылап қайтың. Топырақты тебің, көпшігіңізді сабалаң, құлласы ішіңіздегі негативті шығарып тастауға әрекет етің. Бұл жүда сізге жәрдем береді. Сеніңлер жұбайыңыздан қандайда бір мөжізе, ямаса бір сиқыр жәрдемінде өзгеріс болып қалады деп күтпең. Бұл ешқашан әмелге аспайды. Сіз өзіңізді өзгертсеңіз ғана сіздің жұбайыңыздың да мүнәсебеті сізге қарап өзгереді. Отырың бірге, жақсы бір атмосферада, көңіл кейфиятта, ұрыспастан, бір-біріңізге зәһәрін шашпастан диалогқа кірсің, сәубетлесің оныңменен. Сіз жұбайыңыздан нені қалайсыз? Айтың, оның ешқандай ұяты жоқ. Бұл сіздің жұбайыңыз, жұқты халалыңыз. Айтың, нені қалайсыз? Мен мынандай адаммын, мен қызғаншақпын, ілтимас, мынандай нәрселерді қылма, менің қызғанышыма алып келеді, үйде жанжал болады, ұрыс болады деп өзара сәубетке келісіп алың. Бұл жүда жақсы нәтиже береді. Шекараларды өзара белгілеп алыңдар. Бір-біріңізді естіңдер ақырына шекем. Сіздің жұбайыңыз да өзінің пікірлеріне ие, ол да инсан, сізге ұқсаған. Оның да қияллары бар, оның да сезімдері бар, ол да айтсын. Сіз де тыңлаң. Бір-біріңізді түсінуге әрекет еттің. Орыс тілінде айтқанда компромиске келуіңіз керексіз, өзара келісімге келуіңіз керексіз. Һәм ақырғы жолы бар. Бұл қызғаныш қорқу себебінен жүзеге келеді дедік. Қорқуды екінші бір қорқумен басың. Яғни, сіздің сол жұбайыңызды жойып аламан, басқа біреуге алып кетеді, іліп кетеді деген қорқыныштан, қиянат етеді деген қорқынышларыңыздың себебінен ұрыс қағыс болып, хақиқаттан да сіздің шаңырағыңыз, елі тұрмыс құрмаған болсаңыз, мүнәсебетлеріңіз бұзылуына себеп болуы мүмкін. Шаңырақлы болсаңыз, шаңырағыңыз бұзылып кетеді. Ұлуыма шаңырағыңыздан айырылып қаласыз. Балаларыңыз, перзентлеріңізді ойлаңдар. Перзентлеріңіздің ахуалы не болады? Тірі жетімге айланады. Ұсыған қорқулар менен екінші қорқуды, алдыңғы қызғаныш қорқуын, оннан да қауіптірек қорқу менен бастырың. Бұл жүда жоғары нәтиже береді. Ядыңызда болсын, қызғаныш кеселдігі табиғи. Бұның ешбір ұялатуын, яки бір хайран қалатуын жері жоқ. Биологик организмнің биологик жаны бар заттың бәршесінде қызғаныш сезімдері бар. Ядыңызда болсын, табиғатта тек бір хайуан ғана қызғанбайды. Шошқа қызғанбайды. Шақлылар, тұяқлылар, жыртқышлар, құслар әммесі өзінің жұбын қызғанады. Табиғи бізді биологик организмбіз,
Bizde жанымыз бар, бізде өзіміздің жұмысты қызғанамыз. Бұл табиғи жағдай. Лекін жоғарыдағыдай қызғанышымыз кеселік дәрежесіне дейін көтеріліп кетпеу керек. Жоғарыда 7 типтегі кеселіктілерді өзіңіз естіңіз, қызғаныш кеселіктілерін. Өзіңіз қайсы типіне тиесілі болсаңыз, керекті жеріңізді өзіңізге маслап алып, өзіңізді турлап алың. Кеселік дәрежесіне шығып кетсе, ауыр ақыбетлерге алып келеді. Ақыр ақыбет шаңырағыңыздан айырылып қаласыз. Сау саламат бол.